Magangdan nasıl geçiyor? Ağzını aç bakalım. Gidiyor. Şu an öyle. İyi var. İyi. Bana doldur. Yok mu? Gidelim mi? Mamadan da önce tuttu. Ya böyle buraya altı. Bu şu temizlik şeyler rezil olsun. Bakalım. Bugün 3 qarasha, 3 noyabr. Men uydan chiqdim. Bugun jana Yankira kanalga 2 video soldim. Jana ko'rganingizdek Jilutinning oldida magazinga bora жатырмын. Mana qaranglar, krossovka, розовый носки. Shalvarni sirtdan chiqibdi, qara shalvar, sportivka, kurtka. Ya, stil. Fuck it, la, wait, la. Wait, la, fuck it, la. Bugün 3 qarasha, 3 noyabr 03:11 2018. Shenba kuni subbota ishim yo'q. Mening qarindoshim, takem, mamam shu Arqalqqa ketgan, qal'aga. Uyda men so'sin ajay g'ana bor. Menga magazinga bora turibman. Doshiga olga o'zim. Doshiga olga. Шапағат магазин жабық па, ашық па білмеймін. Қазір барып қарайын. Күн суық, бірақ күн жылы. Күн суық сияқты, бірақ күн жылы. Жаңбыр жауған. Бүгін мен стильно киініп алдым. Ашық болса екен, ё-моё. Блин, жабық достар. Дошик жегім келіп тұр еді. Бірақ үйде жұмыртқа бар негізі. Жұмыртқа қуыра салайын ба дегем. Қанша айтты. Қазір сағат түстен 3 кезі. Бірақ уже 4 болып қалды. Ана магазин жабық тұр. Жоқ. Міне мына жерде тағы да бір не бар. Ана жерде шаштараз. Ане оның жанында магазин. 3-ші тұрған магазин жабық. Міне бүгін жаңбыр жауған. Асфальт су, ё-моё. Бұл влог, короче. Неге шыққым келген өзінше. Дошыға барсам, жай қазір үйге барамда жұмыртқа қуыра салам. Бүгін далада ешкім жоқ болғасын, өзінде телефонды көтеріп жүрмін да. Көңіл күйім керемет достар, күннің суығына қарамастан. Турник жақтар әне тұр. Қолым кішкене ғана тоңқат, саусақтарым басы ғана. Қазір кітапхананың басалдығына шықсам бекен, шықпасам бекен деп тұрмын. Өйткені ана Катенейде күзетшілер бар, және бүгін суббота, үйде адамдар болуы мүмкін. Сондықтан мен міндетті түрде шығамын. Мен еш нәрседен қорықпаймын. Опа. Бастаймызда, братишкалар. Давай, кеттік. Опа. О, мына жаңбырдан кейін су. Жақсы көремін осы жаққа шыққанды достар. Қараңыздар, өте әдемі. Ана екінші тұр. Ана жерде шөп тұр. Далада ешкім жоқ, барлық адам үйінде, күн суық болғандықтан. Стиль. Ауылдың стилі, ауылдың. Негізі маған көп айтқан адамдар бұл жерге шығушы болма, бұл жаққа деп. Оны есік ашық тұр, бірақ ашпаймын. Көп көрген адамдар айтқан, анау шықпа деп. Бірақ қолым сия болып қалды. Бірақ не түсінбеймін адамдарды. Неге маған олай шықпа дейтін. Мен 14 жасар баламын. Өз-өзіме қарай аламын. Қалай? Мен мысалы кішкентай бала болсам бір сәрі
ойбай қалады дейтін. Бірақ 14 жасар, енді 15-ге толатын бала қалай құлай алады, а? О май гад. Йо. Қазір кішкене әдемі кадрлар түсіріп жейін, сосын қайтадан түсемін. Мен бір рет осы жерге моноподпен шыққам қыста. Блин, сол кезде әдемі кадрлар шыққан. Бірақ ол видео өшіріп қалды. Ана қараңыздар, ана жақта қара бұлттар. Темір салқын екен, қолым тоңқады. Есім жоқта түсіріп алайық. Машина келатыр. Ане аяқтан екен. Қолым монопод сияқты ма екен? Қолым ұзын ғой менің. Әдемі сөйлеп тұр деген ойда. Вот енді квадрокоптер болса осылайынан кетіп түсіріп жатыр дейма. Қатысты ой. Қолымнан ұшып кетіп жатса. Телефон қолымнан ұшып кетіп жатыр дейді ғой. Капюшон шешіп тастайын. Ал енді түсеміз яғли. Қарға екен адам деп ойлап қалды. Көрініп тұр деп ойлаймын. Ал енді түсу өте қиын, мен ақырындап түсем. Темір өте салқын, достар. Блин, ана жерде ылғи мені бірдеңе күтіп тұратын сияқты. Өте қорқынышты сезім. Мүмкін күзетші адам атып шыға ма, мүмкін құбыжық атып шыға ма. Ешкім атып шыққан жоқ. Сондықтан кеттік. Осы 6 минут болып қатты видео түсіріп жатқаныма. Ақшам қатамда, иә. Достар, мен влогты әдемі қыдырып түсіруге тырысамын. Качественный қыдырып. Сондықтан еңбегімді бағалаңыздар. Мен бұрынғыдай бұлай видео түсірмеймін. Ағаштардың жапырақтары бітті. Йоли, достар, бізде сары жапырақтар жоқ. Сіздің жақтарыңызда сары жапырақтар бар ма? Әдемі инстаграмға сары жапырақты видео ұстап тұрып фотоға түсіңдер. Достар, мен сіздерді жақсы көрем. О, қарға, мен сені жақсы көрем. Қарға. О, мына жақта сыртын фольгамен орап тастапты ғой. Фольга дегенде. Айтпақшы, достар, бұл ыстық су ане садикке қарай паровойға кетіп жатыр. Или паровойға ма бірдеңеге. Ана жерде екі прицеп шөп тұр. Ане от жағып жатыр. Мынау котельный кітапханаға жағатын бұрын. Одан кейін біздің үйге жағуда. Енді биыл ғана садикке де қосылды. Ё-майо. Бір котельный 3 зданияны жылытып тұр. Үшеуі де 2 этаж. Ё-майо. Достар, мен қолым кәдімгідей тоңып қалды уже. Достар, егер сіздер лайк бассаңыздар, мен мына жерге секіретін боламын сіздер үшін. Немесе секірмеймін, ар жағына өтетін боламын. Өтіп көрейін ба, достар? Шынымен, қалайсыздар? Дәп қазір. Деп қалжыңдаймын, қорқам. Бірақ бір түрлі қарап тұрған кезде, қолымнан келетін сияқты. Чөтті мен қолымнан келетін сияқты. Бірақ шын мәнінде өте алыс. Еще камерамен секіріп аламын деп ойламаймын. Уже 8 минут болды, жаңағы видеоны қосу керек, монтаждау керек. Сосын бәрі ютубқа салу керек. Қазір көңіл-күйім керемет болып тұр, сондықтан видео түсіріп тастайық, көңіл-күйім осылай керемет болып тұрған кезде. Йо, бич! Йо, ли! Осы жерге қойайын. Блин. Қойайық. Опа! Менің экшн камерам тұр. Достар, мен күзді жақсы көрем. Еще қыс келатыр. Қыста одан да керемет болады. Менің нәскиім өзіме ұнайды. Нәски былай кию керек. Достар. Стиль, бренд, мода. 2019-да модада нәскиді осы трикон сыртынан киіп шығару модада болады. Анау кроссовканы қараңыздар. О май гад! Бұл кроссовканы киіп жүргеніме 2017 жылдың наурызында алдым. Енді 2 жыл болды. Осы мен декабрьде 2017 жылы кидім ғой, дост. Бля. Осыны кидім ғой, достар. Бренд.
үйге орнып тұрған жоқ. Үйде бір түрлі мрачная атмосфера. Үйде адам жоқ болған кезде шығып кетеді. Ал далада жүргенде керемет, бірақ далада да мрачная атмосфера. Ешкім жоқ, апокалипсиске жалғыз қалып қойған сияқтымын. Жоқ, бір машина өтіп бара жатыр. Hello, достар. Бұрын мен осы hello, достар деп түсіретін видеоны, ё-моё, сол кезде үшін ұяламын. Себебі мен ол кезде жай ғана балконы бауыржанды көргенімде соған еліктеп кеткенмін. Сол сияқты, hello, достар деп бастайтын. Қазір олай емес. Қазір ұялы, достар. Осы 10 минут болды. Қарға. Мынау қарға үй жаққа келе береді. Мен соңынан қалмайды. Жоқ, достар, ана жақтан бір машина, бір адам, ана жақтан бір машина келе жатыр. Сондықтан орталықта әлі адамдар бар. Ана жақта да бір адам жүр. Кеттім мен. Motherfucker bitch. Кіммен жақсы көреді, сол лайк бассын. Кіммен жек көреді, сол дизлайк бассын. Кіммен жақсы көреді, сол лайк бассын. Және комментария жазсын. Кіммен жек көреді, сол комментария жазсын. Әрине, мен сіздерді жақсы көремін. Егер сіздер мені жек көрсеңіздер де мен сіздерді жақсы көремін. Себебі мен деген барлығын жақсы көретін адаммын ғой. Блин, өткенде бір видео бар тұғын. Турник жақта түсірген, сонда ютубқа салу керек. Ё-моё, мен бір видео қылдым. Себебі мен жарым адам сияқты далада жүрмін. Лағып үйде отырып. Қайтадан көше жаққа шықтым. Бәрі орталықта ешкім жоқ болғандықтан, менің көңіл-күйім керемет болғандықтан, орталыққа барып келейін деп шештім. Басқа магазиндерге. Мынандай немен бара берейін ба, достар, әлі кішкене түсірейін ба? Жоқ, кішкене түсіретін жарым себебі ұят. Бірақ ыңғайлы маған, бірақ сонда да ұят. Біз айта ауылдағы адамбыз ғой. Ауылдағы адамдарға не керек? Достар, мен ауылда тұрмын. Біз орталықта адамдар болуы мүмкін, сондықтан ұяламын. Социофобия. Сағат 16:25, 4:25, орталықта ешкім жоқ. Ешкім жоқ деген адамдар бар енді. Бірақ өте аз, 2-3 адам ғана. Қазақ телеком басынып тұрады. Блин, күн суық, мен үстімде киім біртүрлі, себебі жай жүре берейінші. Орталықта ешкім жоқ. Жангелдин ауданына 90 жыл. Осының қасынан өтіп кетеді. Магазин кіргенше түсіруге тырысатын боламын. Болмаса салмақындап іздеп өтейін дайын. Бірінші сұрап алу керек, бағасы қанша екен. Сосын барып бастаймыз. Достар, көріп, қаншадан? Біреу асысы бар ма? Қаншадан? Басқа қандай бар? Содан
Блин. Дошара қымбат болды, 200 бірдеңе болды, сондықтан мен 80 теңгеге Восточка деген бір ала салдым. Бұл да негізі ащы достар, мен баяғыдан жеп жүрмін. Қарлығаш тоже нормально, ащы. Бірақ дошарактікіндей болмайды достар. Бұл дошарак сияқты, бірақ дошарактың братишкасы. Дошарактың братишкасы. Сондықтан мен әзірге осыны ала салдым. Себебі менде қазір 150-ден 80 аламыз. Мен жаңа көп ақша беріп қойып 80 теңге деді, мен бірақ апайға 150 теңге бердім. Сөйтіп оған сен не бердің деді, 50 теңгені қайтарып берді. Сосын 100 теңгеден 20 теңге сдачамды қайтарып. Одан кейін 50-ге 20, 70 теңге берді. Тағы 10 теңге қосқанда осындайдан біреу алатын еді. Қазір үлкен дала қарлығашы үлкен кеседегі кеспе дейді. Степная Восточка. Күшті деп ойлаймын. Қазір үйге барамын да жеп көремін. Мен осында дошарактарды анамна жақсы көремін, только ротынды биг бонды ұнатпаймын. Ал қарлығаш, дошарак, ащылардың блин, обожаю, кішкентай кезімнен бері жақсы көремін. Ай, блин, мынау таза емес қой. Фу, блин. Бұны қаншама адам ұстады сырқын. Дүкенде ол может адам туберкулезбен ауыратын шығар, тағы да бір аурумен ауыратын шығар. Ал мен оны сүйіп жатырмын. Ол складта жатады, коробканың ішінде жатады, полкада тұрады. Е-мое. Блин, жиіркеніп кеттім. Газонды сағындым достар, жазды сағындым. Газонды сағындым, жазда газонды 3 ай бойы футбол ойнайтынбыз, балалар. Осы газонды сағындым. Келесі 2019 жылдың жазын, көктемін күтем. Сәуір айынан бастап тамыз айына шейін қайтадан ойнаймыз деген ойдамыз. Бірақ қазір неге ойнамайтынымызды білмеймін. Қазір күн суып кетті және балалар келмей кетті. Бірақ біз күзде ойнай беретінбіз. Көрінді ма? Қатты қарным ашып тұр. Негізі жұмыртқа көрінбеген, бірақ мынаны ішкім келді. Блин, мен жаңа дошарак алғым келіп тұр еді. Негізі осыны ала саламын деген. Бірақ дошарак 200 бірдеңе деген кезде ё-мое дедім. Негізі бар ғой, кішкене ақша ала салу керек еді, 200 жаңа 10 ба, 220 ба. Хотя бы 300 теңге алғанда мен дошарак алып алатын едім. Бірақ мынау дошаракқа қарағанда мынау тиімді деп ойлаймын, себебі 80 теңгеге қаншамасын аласың. Қолдарым, саусақтарым үсіп кетті. Қолға алып кимеген. Достар, мінекей мен қарным ашқанда магазинге алып келдім, ерініп тұр ем. Бірақ ерінген жоқпын. Блин.
No, I'll never forget that day.